Желіде шұғыл ақпарат. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Қарағанды Астана тас жолында Toyota Estima көлігі КамАЗбен соқтығысып, жүргізуші көз жұмды. Тағы бір адам ауруханаға жеткізілді. Жол апатының видеосы әлеуметтік желілерде тұрады. Кадрларда минивай алдыңғы бөлігі түгелдей қирап, сынықтары жол бойына шашылғаны көрінеді. 22 жастағы Toyota Estima көлігінің жүргізушісі Қарағандыға кетіп бара жатып, алдында келе жатқан жүк көлігіне соқтығысқан. Жол көлік оқиғасы салдарынан Toyota Estima жүргізушісі алған жарақаттарына оқиға орнында көз жұмды. Ондағы жолаушы медициналық мекемеге жеткізілді. Дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, автотехникалық және өзге де сараптамалар тағайындалған. Тергеушілер қайғылы оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.